Сахнаға шығар алдында көбінесе адамдар қобалжиды, кішігірім мандраж сезінеді. Ол жайдан жай емес, себебі сен сахнаға шығатын кезде әртүрлі гормондар бөлінеді, әртүрлі эмоциялар туындайды. Және кішкене қобалжу ол жақсы. Оның ешқандай жамандығы жоқ. Сен сахнаға шыққан бойда ол қобалжу бір 5-10 минуттан кейін жоғалып бастайды. Бірақ егер де сен дым қобалжымай шықсаң, ол жаман. Саған кішкене болсын қобалжу керек. Өйткені сен қобалжымай шығатын болсан, сен тым өзіңе мүмкін сенімді болып кету мүмкінсің, немесе керісінше тым жабылып қалу мүмкінсің. Одан кейін екеуі де болған сәтте сен не көрінбей қаласың, не артық бірдеңе істеп қоясың. Адамның назары қайда? Оның энергиясы да сонда. Сол себепті сен сахнаға шығатын кезде басында айтып кеткендегідей, сахнадан да үлкен болуың керексің, энергетикалық тұрғыда. Және осында тұрған адамдардың бәріне жететіндей болу керексің, энергетикалық тұрғыда. Сол себепті сенің назарың сен үшін келген ең артта тұрған соңғы адамға дейін жету керек, және олардың бүкіл саған берілген назарын сен көтере алуың керексің. Сондықтан да назарың қайда, энергия сонда. Сол нәрсені ұмытпауың тиіс. Үлкен бол. Жеке тәжірибем бойынша сахнаның алдында мен ешқандай ойларға батпауға тырысам, және адамдармен артық сөйлеспеуге тырысам, ешқандай эмоцияға кірмеуге тырысам, артық алаңдамауға тырысам. Себебі сен сахнаның алдында эмоциялардың бәрін жіберіп қоятын болсаң, сахнада сенің эмоцияң жоқ болып кетеді. Ал оларды оның үстінен контрольда ұстау керек. Сахнаға шыққан кезде сенде міндетті түрде сен үшін келген адамдармен, яғни көрермендермен коннект болады. Саған сөйлесу керек, әңгімелесу керек. Кейде болады, сен білмейсің, не жайында сөйлесесің, не жайында айтқың келеді деген сияқты. Сол себепті кейбір әртістер алдын ала дайындап алады, айтатын әңгімесін жазып алады, одан кейін жаттап сыртқа шығады. Немесе мен көбінесе жай ғана сахнаға шығамда, адамдарды сезуге тырысам, одан кейін сөйлесуге тырысам. Нақты сол сәтте, сол кезде. Және кейде болады андай сәттер, сен мәтінді ұмытып қалуың мүмкінсің, немесе сахнаға шыққан кезде кеңістік пен уақыттың ішінде шатасып, жоғалып кетуің мүмкінсің. Ондай сәттерде ешқалай да мән бермей, мәтінді еске салуға тырыспай, жай ғана жібере сал, күле сал. Өйткені ондай кезде сахна кешіреді, бірақ егер де сен бүйтіп ойланып қалатын болсаң, онда сен жабыласың, жабылғаннан кейін сен ұяласың, ұялғаннан кейін сен жоқ болып кетесің. Ондай өте жиі болып тұрады кейбір адамдарда. Сол себепті барынша өзіңді сенімді ұста, ешқашанда жерге қарама. Жерге қарап тұрсаң, немесе бүкірейіп жүрсең, немесе жаңағы өзіңнің қимылдарыңды толық ашпасаң, қолыңды аяғына дейін созбасаң, сол сәттердің бәрі негізі көрінеді. Және ол сенің сенімсіздігіңді көрсетіп қояды. Ал сахна сенімсіздерді кешірмейді. Және сахнаға шыққан кезде сен эмоция көрсеткеннің өзінде де суыққанды болуың тиіс. Яғни ол нәрсенің бәрі сенің өзіңнің жеке контроліңда болу керек. Неге? Өйткені сен кішкене болсын эмоцияға жаңағы жол беріп қойсаң, бой беріп қойсаң, эмоция керісінше сені контрольда ұстап бастаса, онда көптеген гормондардың бәрі сені атқылап бастайды. Біріншіден адреналин қатты ұшқан кезде сен құлағың бітеледі. Құлағың бітелеген кезде сен өзіңді естімей бастайсың. Одан кейін айғайлап бастайсың. Мен естімей жатырмын деп ойлап. Содан болып бүкіл әннің бәрі быт-шыт болып, сыртқа бәрі керісінше онша емес болып көрінуі мүмкін. Сондықтан да контрольді жоғалтпау керек. Ол өте маңызды. Сахнаға шығар алдын қорықпайтын әртіс болмайды. Кез келген әртіс сахнаға шығар алдын қорқады. Қорқады, кішкене қобалжиды, уайымдайды. Бірақ бұл жай ғана сахнамен сыйластық. Яғни бір зерттеулер бойынша, мен естіген бойынша, сахнаға шығатын адаммен, көп адамның алдында сахнаға шығатын адаммен соғысқа аттанып бара жатқан адамның екеуінің бойында бірдей гормондар бірдей көлемде шашылады екен.
Сол себепті екеуі де негізі физикалық тұрғыда, биологиялық тұрғыда бір сезімді кешеді, бір күйді кешеді. Сол себепті ол өте қорқынышты болуы мүмкін, бірақ сен ол нәрсемен жұмыс істеуің керек. Ол нәрсені жеңем немесе ол дұрыс емес, қате деп ойламасаң болады, өйткені ол бәрінде болатын зат. Тек қана оны қабылдап, бірақ онымен жұмыс істеуің керек. Қалай қабылдайсың, қалай істейсің деген сияқты. Негізінде өз аудиторияңның алдында сахнаға шығу әлдеқайда оңайырақ. Көбінесе ең қиын жағдайлар жаңа аудиториямен болады. Яғни ол аудитория сені танымауы мүмкін, немесе ол аудитория біреудікі болуы мүмкін, немесе ол аудитория сен үшін жаңа болуы мүмкін. Сондықтан да сен оған шыққан кезде саған адамдар кішкене біртүрлі қарауы мүмкін, немесе түсінбеуі мүмкін, қабылдамауы мүмкін, тағы басқа деген сияқты, немесе саған сөйтіп көрінуі мүмкін. Ондай сәттерде ең бастысы жаңағыдай сенімсіздікті көрсетпеу, ол бір, және екіншісі өзіңнен өзің ләззат алып үйрену. Яғни сенің істеп жатқан нәрсең ең бірінші кезекте сенің өзіңе ұнау керек. Сахнаға шықтың, өз-өзіңе рахаттық сыйла, өз-өзіңе ләззат сыйла, өз-өзіңді жақсы көр. Сол кезде адамдар да сенің вайбыңды алады да, сенімен бірге сол толқында болады. Олар сол кезде сенің вайбыңды алып бастайды да, сенімен бір толқында болады. Және сол кезде оларға да өздерінің тұрыстары ұнап бастайды, және сенің сахнада істеп тұрған қимылдарының бәрі ұнап бастайды. Ұнамаса да бәрібір, әйтеуір сен өзің үшін бір жақсы нәрсе істеп кеттің. Егер де сен өзіңнің ісіңе берік болатын болсаң және сенетін болсаң, істеп жүрген нәрсеңе толыққанды сенетін болсаң, және өзіңнің ісіңмен, өзіңнің аудиториямен, өзіңнің адамдарымен ерекше байланыста болатын болсаң, онда сені ештеңе сындыра алмайды, ештеңе тоқтата алмайды. Сен сахнаға шығып, не істесең де, қалай істесең де, ол өзінің жиілігін тауып, өзінің толқындастарын тек қана өзіңе қаратады. Сол себепті тек қана сенімді болу керек және байланыста болу керек. Сахна өте үлкен дүние, тіпті кішкентай сахнаның өзі негізі өте ауқымды және үлкен дүние энергетикалық тұрғыдан. Сол себепті егер де сен сахнаға 100%-ға дайындалатын болсаң, 50%-ын сахна алып қояды. Ол бір контракт сияқты. Сахнаның өзінің 50% бар. Сол себепті сен 100%-ға дайындалдың, шықтың, 100% көрсеттің, бірақ 50 ғана көрінеді. Егер де сахнада 100% көрсеткің келсе, сен 200%-ға дайындаласың, сол кезде сахна 100-ін алып қояды, 100-ін сен көрсетесің. Бұл сабақта бізде сахнаның ережелері, яғни біз сахнаға дейін және сахна үстінде, және сахнадан кейін қандай болу керек, не істеу керек деген әдістемелермен кішігірім бөлісу.